Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қоры. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. 1, 2, 3, 4. Менің достарыма толықтай сенуге болады. Мен келе жатырмын, Вуди! Сен досың ба ол? Иә, мен оны қостым пакеттен. Оның аты кім? Білмеймін. Бас. Қазақша дыбыстауға өте үлкен ұжым атсалысты. Атап айтатын болсақ, аудармашы Әсел Мамырова, редакторымыз Еркебұлан Абдрахманов, мәтін үйлестіруші Гүлжан Сауыртаева, ақын ағамыз бар. Қазақша өте жоғары деңгейде әндерін жасап берген Рахат Абдрахманов ағамызға рахмет. Комедия болғандықтан әзіл көбірек қосылсын деп, әзілкеш ағамыз Рамазан Файловты қосылды. Жоспар өзгерді. Джесси, Хэм, Бас, Бо, Рекс, Картоп бар. Ей, көзіңе қара! Фильмді дыбыстау үшін біз екі қалада кастинг жасадық, Астана және Алматы. Алматыдан бізге басты рөлдерден Жанат Тынбаев өтті, Вудидің рөліне, Фариза Бекібайқызы өтті, Габи-Габидің рөліне. Өз ковбой мінезі де бар, сондай жаны нәзік. Бұл жерде кез келген Вуди құршақтың басынан қандай жағдайлар өтіп жатыр, тура сол эмоцияларды өзімнің қалай сезінем, шынайы сол эмоцияларды қалай сезінгенде даусым қалай шығады, солай болса ғана дұрыс бағытта жұмыс болатынын түсіндірді режиссер. Деуге екеуің аспанға шарықтайын деп тұрсыңдар. Мен де ме? Бұл менің дубляждағы алғашқы жобам, бірінші тәжірибем. Дисней менің даусымды бекітті деген кезде мен өте қатты қуандым, қобалжыдым. Менің кейіпкерімнің аты Габи-Габи. Ол өте жаңағы қызықты, шиеленіскен оқиғаларға толы сондай бір кейіпкер. Ол жұмсақ та бола алады, және қатты да бола алады. Менің атым Габи-Габи. Ал мынау менің ең жақын досым Бетси. Ескі әдісіміз, түнгіріше. Табылған ақыл. Сен екеуің қайдан жүрсіңдер? Ал мен кіммін ол жерде? Мен сол жерде бір керемет, читакай, құлтыршақ, әдемі тамаша кейіпкермін. Бани атты қоян, өте сондай жылдам, кейде өте серьезный, яғни сондай драмалық сәттер бар, сондай күлкіге қарып қылатын сәттер бар. Жалпы жетеді. Біздің де ішіміз осындай ма? Бұл мультфильмде басты кейіпкер Форкиді дыбыстады. Ол енді ойыншық деуге келмейді, өйткені кәдімгі күнделікті ас үйде қолданып жүрген шанышқы. Мен неге ойыншық болуым керек, соны айтшы? Сен ойыншықсың. Сен Бониге тиесілісің. Ал бұлар сенің достарың. Бұл кейіпкер өте көңілді кейіпкер, ештеңені көп ойламайтын, ойыншықтардың қатарына өзі енгісі келмейтін, бірақ сол мультфильмдегі оның сол ойыншықтардың қатарына қосқысы келетін Вудимен бірге достасып кетеді. Мен қоқаспан! Қоқаспан! Көпшілік сахнаны дыбыстау үшін біз алдын тек ересектермен жұмыс жасайтынбыз. Бұл жолы кішкентай балаларды да шақыруымызға тура келді. Әрине олармен жұмыс жасау қиындау, бірақ біраз тырыса келе, біраз жұмыс жаса келе, олар алып шықты, олар жарады. Өзіңнен баста жобасы аясында бізде 30-шы фильм қазір қазақша дыбысталып жатыр. Сондықтан осынша жұмыс елесіз қалмасын. Келіңіздер, бәріңізді де шақырамыз. Көріңіздер, бағасын беріңіздер. Біздің сүйікті ойыншықтарымыз Бо, Форки, Даки. Достарын құтқару үшін бәріне дайын Баз. Бани. Досқа адал, мейірімді Вуди. Жақсы, сұлу Милли. Күлкілі Рекс. Тәтті, қылықты қыз Бонни бәрі қазақша сөйлейді. Алла қаласа біз көрермендерімізбен сол 20 маусымнан бастап қауышамыз деген үлкен ниеттеміз. Барлықтарыңыз келіңіздер. Құрметті достар, осы ойыншықтар хикаясына міндетті түрде келіңіздер. Қазақша сөйлейік, отан отбасынан басталады дейді.
отбасыларыңызда қазақша сөйлеңіздер. Қазақ сөйлейміз а қызым? Ойыншықтар хикаясы 4.